Сәлеметсіздер ме, кітап сүйер қауым. Мен Нұрғали Жансая, 5-ші В сынып оқушысымын. Мұқағали Мақатаев, 3 бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын. Қымбат бірақ қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші, отан деген, кім мықты десе біреу отан берем, оты сөнген жалғанда. Жан барсың ба, ойланбай-ақ келді отан. Қобыланды батыр менің жүрегімде өте ерекше орын алды. Мен де Қобыланды батыр құсап, қазіргі заманда батыр болғым келеді. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге. Артық білім кітапта, ерінбей оқып көруге. Мен бос уақытымды тиімді пайдаланып, кітап оқығанды жақсы көремін. Менің соңғы оқыған кітабым Абай атамыздың қара сөздері. Мен осы кітаптан шабыт пен өте керемет әсер алдым. Қара сөздер дегеніміз асыл, бағалы, өте құнды насихат. Менің ойымша әрбір қазақ Абайдың қара сөздерін білуі міндет. Саламатсыздар ма? Менің соңғы оқыған кітабым Темір жол бойындағы балалар. Ол кітапты 2 күнде оқып білесің бе? Менің соңғы оқыған кітабым Әлия Бердімбекованың Дәуіт атайдың жылдам әрі тез оқыған себебім бұл кітап қызықты әрі түсінікті жазылған. Камила, қалай саған қызықты болды ма? Бұл кітап маған қатты ұнады. Себебі бұл жерде 12 жасар баланың тағдыры туралы. Бұл эстафетаны 5 сыныбына жолдаймыз.